Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте қатпарлы қаттама әзірлейміз. Қаттамаларымызға көкбес қосып әзірлейміз. Өте дәмді болып шығады. Әрі қаттамаларымыз қытырлақ болып шығады. Әрі қаттамаларымыз өте қатпарлы болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Ең алдымен қаттамамыздың қамырын еліп дайындап аламыз. Ыдысымызды алып, үй температурасына тұрған суымызды құямыз. Суымыздың үстінен тұзымыз бен жұмыртқамызды қосып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алдық, тұзымыз еріді. Енді ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Осылай ұнымызды қосып алып, жақсылап қасығымызбен біріктіріп, араластырып аламыз. Біркелкі ғып. Осылай араластырып алдық. Енді қасығымызбен араластыру қиын болғандықтан ұнымызды қосып, қасығымызды алып, қолымызбен жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қаттамамыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай қамырымызды біркелкі ғып илеп дайындап алдық. Илеп алған қамырымызды пакетімізге салып демалдыруға қойамыз. Қаттамамыздың ортасына, салмасына көкпияз қосып әзірледік. Көкпиязымызды қамырымыздың иіні қанғанша турап аламыз. Осылай майда ғып біркелкі ғып көкпияздарымызды турап дайындап алдым. Енді илеп алған қамырымызды пакетімізден шығарып, сәл ұн сеуіп, иінін қандырып, қамырымыздың ортасынан бөлеміз. Осы рецеппен 2 зола қамыр шығады. Жақсылап дөңгелектеп алып, бір қамырымызды бөлек қойып қоямыз. Екінші қамырымызды біркелкі ғып жайып аламыз. Осылай біркелкі ғып ұн сеуіп отыра қамырымызды жайып аламыз. Қамыр жайғанда қатты күш салмай, тек 2 шетін ғана баса отырып жайсаңыздар, қамырларыңыз сонда біркелкі әдемі болып жайылатын болады. Осылай ұн сеуіп отыра қамырымызды жайып алдық бірінші золамызда. Енді бірінші золамызды бөлек қойып қоямыз. Екінші зола қамырымызды алып, бұны да біркелкі ғып ұн сеуіп отыра жайып аламыз. Осылай ұн сеуіп отыра қатты күш салмай, тек 2 шетін ғана баса отыра қамырларымызды жайып алдық. Енді 82% сары майымызды ертіп аламыз. Жайып алған қамырымызға майымызды біркелкі ғып, барлық шетіне жағып аламыз. Осылай қамырларымызға сары майымызды барлық шетіне жағып алдық. Енді турап алған көкпиязымызды барлық шетіне салып шығамыз қамырымыздың. Осылай салып алдық салмамызды, көкпиязымызды. Енді екінші зола қамырымызды жайып алған қамырымыздың үстінен жайып аламыз. Осылай тегістеп. Осылай қамырымызды біріктіріп әдемілеп жайып алдық. Енді екінші зола қамырымыздың үстінен ертіп алған сары майымызды біркелкі ғып барлық шетіне жағып аламыз. Қамырымызға майымызды барлық шетіне жағып алдық. Енді салмамызды, көкпиязымызды барлық шетіне салып шығамыз. Осылай салып дайындап алдық. Енді қамырымызды осы тұрған жерінен ұзынша етіп кесіп аламыз. Қамырларымызды осылай турап алдық. Енді қамырларымызды жинап шығамыз. Видеода көргендеріңіздегідей осы кесілген қамырдың 3-4-еуден жинаңыздар.
Осылай жинап алдық. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай қамырымызды жайылған күйінде кесіп аламыз ұзынша қылып. Видеода көргендеріңіздегідей осылай қамырымызды жинап шығамыз. Сонда қаттамаларымыз өте қатпарлы болып шығады. Осылай қамырларымыздың барлығын дайындап аламыз. Осылай дайындап алдық, өте әдемі болып шықты. Енді тоңазғышқа 20 минутқа қойып аламыз. 20 минуттан кейін алып, қамырларымызды жайып аламыз. Қамырларымыздың қатпарлығын құртып алмай, оқтауымызбен жайып аламыз. Егер қатты жабысып жатқанда ғана ұн сәл ғана пайдаланыңыздар, көп пайдаланбаңыздар. Осылай қамырларымыздың барлығын алдын ала жайып, дайындап аламыз. Қамырларымыз осылай дайындап алғасын, сковородкамызды отқа қоямыз. Сұйық майымызды сәл ғана құйып, дайындап алған қаттамаларымызды салып, орташа отта пісіріп аламыз. Осылай екінші бетін аударып, қып-қызыл қып, қарап тұрыңыздар, тағы күйіп кетпесін. Осылай қып-қызыл әдемі болып шығады. Осылай екіншісінде пісірер уақытта сәл ғана сұйық майымызды құйып, дайындап алған қамырымызды салып, үсті сәл ғана көтеріліп жатқан болса, егер осылай лопаткамызбен сәл ғана жылжытып, үстін басып, осылай екі бетін аудара отырып, қып-қызыл қып пісіріп аламыз. Осымен кереметтей қаттамаларымыздың барлығы пісіп шықты. Өте дәмді болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар.